Төртінші тарау азотты органикалық қосылыстар. Соның ішіндегі сабағымыздың тақырыбы нуклеин қышқылдары. Нуклеин қышқылдары дегеніміз не? Нуклеин қышқылдары дегеніміз генетикалық ақпаратты, яғни тұқым қуалау ақпаратын келесі ұрпаққа сақтап жеткізетін жоғары молекулалы күрделі қосылыс. Яғни оны ДНК деп қысқартып айтамыз. ДНК-ны зерттеген ғалымдарға назар аударатын болсақ, ең бірінші Фридрих Мишер жасушаның ядросының құрамынан қышқылға ұқсайтын затты табады. Оны нуклеин қышқыл деп атайды. Ядродан ең алғаш тапқандықтан оны нуклеин қышқыл деп атады. Ал латынша нуклеус деген сөз ядро деген мағынаны білдіреді. Одан кейінгі ғалым Эдвиг Шаргав. Шаргав ДНК молекуласының құрамындағы 4 нуклеотидті негіздерді тапты. 4 нуклеотидті негіздер бір-біріне комплементар болады. Мысалға, аденин тиминге, яғни сандары бірдей болып сәйкес келеді. Ал гуанин ситозинге, ситозин гуанинге сәйкес келетінін нақты комплементарлы деп зерттеген ғалым осы Шаргав болды. Келесі ДНК-ның моделін ең алғаш ұсынған ғалымдар, олар 1950 жылы Уотсон мен Крик. Яғни олар ДНК-ның молекуласын рентген құрылымдық сәулелер арқылы, әдіспен арқылы ДНК-ның моделін, молекуласын ашты. Яғни ДНК ұзын тізбектен тұратын полипептидтік тізбек екенін зерттеді. Және олар қос оралымнан тұратынын, және сол оралымның ішінде азотты негіздердің ішінде болатын, ал сыртта көміртекті қант пен фосфат, яғни фосфор қышқылдарының сыртында тұратынын анықтап зерттеді. Осы ашқан үлкен жаңалықтарына байланысты Уотсон мен Крик халықаралық Нобель сыйлығының иегері атанды. Енді ДНК нуклеин қышқылдары. Соның ішінде ДНК жасушаның ішінде ядро, ядроның ішінде хромосома, яғни хромосоманың ішінде ДНК болады. ДНК-ның бір бөлігін ген деп атаймыз. Ген ол тек деген мағынаны білдіреді. Қарап отырсақ, нуклеин қышқылдары хромосоманың ішінде тұрады. Хромосомалардың үлкен ширатылған жіпшелері ол ДНК жіпшелері деп аталады. Бұл ДНК жіпшелері бір жасушалы ағзалардан бастап көп жасушалы ағзалардың жасушаларының ішіндегі ядрода болады. Ал прокариоттар соның ішінде вирус пен бактерияның ішінде жіпше ретінде ғана болады. Келесі ДНК қандай жасушаның ішінде қандай органоидтарда болады десек, ДНК ядрода болады. Сонымен қатар митохондрияда, пластиттің ішінде, хлоропласттың ішінде аз мөлшерде кездеседі. Енді нуклеин қышқылдарының үлкен екі типі бар. Оны ДНК, РНК деп бөлеміз. Яғни ДНК дезоксирибонуклеин қышқылы, ал РНК рибонуклеин қышқылы. Енді ДНК үш құрылымдық бірліктен тұратынын дәлелденген ғалымдар дәлелдеп шыққан. Мысалға, оның бірінші бөлігі 5 көміртекті қант. Ол дезоксирибоза, яғни пентоза өкілі. Мына суретке назар аударатын болсақ, мына жерде ДНК-ның екі қос оралымын көріп отырмыз. Яғни олардың нуклеин қышқылы үлкен полипептидтік тізбек болып, ол полимер болатын болса, оның мономері нуклеотид. Яғни нуклеотидтер неден тұрады? Нуклеотидтер 5 көміртекті қанттан және азотты негізден фосфор қышқылының қалдықтарынан тұрады. Азотты негіздер бір-біріне комплементар болатын дәлелдеген Шаргав. Мысалға, аденин тиминге, тимин аденинге комплементар. Яғни олар бір-бірімен сутектік байланыс арқылы байланысады. Гуанин ситозинге, ситозин гуанинге комплементар болады. Аденин тиминмен екі сутектік байланыспен, яғни қос тізбектік байланыспен байланысатын болса, гуанин мен ситозин үш сутектік байланыспен байланысады. Енді ол дезоксирибоза және рибоза деген қант бар. РНК-ның құрамында, рибонуклеин қышқылының құрамында рибоза деген қант бар. Оның формасы С5H10O5, ал дезоксирибоза қанты ол С5H10O4 деп аталады. Ол ДНК-ның құрамында болады. Екеуінің бір-бірінен айырмашылығы осы пентозаға байланысты. Көмірсу, яғни пентоза. Суретте көріп отырғандай, мына жерде рибоза, мына жерде дезоксирибоза. Келесі азотты негіздер. Мысалға, азотты негіздердің сақина тізбектеріне байланысты пиримидинді және пуринді деп бөлінеді. Пиримидинді негіздерге көбінесе бір сақиналы тимин, ситозин, урацил жатады. Урацил тек қана РНК-ның құрамында болады, ал тимин ДНК-ның құрамында болады. Пуринді негіздерге 6 немесе 7
атомдық көміртектен тұратын екі сақиналы тізбектер, тұйық сақиналы тізбектер құратын аденин мен тимин жатады. Енді ДНК-ның құрамына келетін болсақ, ДНК үлкен полимер болды, оның мономері нуклеотид деп қарастырдық. Және азотты негіздер бір-бірімен сутектік байланыспен байланысып, бұл жерде ковалентті полисті байланыс болады. Ал дезоксирибозаның құрамындағы көміртек пен фосфор қышқылының құрамындағы оттек фосфор диэфирлі байланыс түзіп, бір-бірімен берік байланыс түзеді. Енді ДНК-ның қызметі, нуклеин қышқылдарының қызметі, көбінесе ДНК-ның қызметі, жарылыстардағы ең басты қызметі нәруыз синтезіне қатысады. Яғни нәруыз синтезіне қатыса отырып, нәруыздың ақпаратын сақтап, ол жерде нәруыздың биосинтезі болады. Және тұқым қуалау ақпаратын келесі ұрпаққа жеткізу ДНК-ның негізгі қызметі. Ал енді нуклеин қышқылдары, соның ішіндегі дезоксирибоза нуклеин қышқылы организмдер көбейген кезде клеткалар бөлінген уақытта генетикалық ақпаратты тасымалдайды. Келесі РНК, яғни рибонуклеин қышқылы. Рибоза, оның құрамында рибоза көмірсуы болады деп айтып кеттік. Рибоза қанты деп аталады. Одан кейін азотты негіздері болады. Азотты негіздері аденин, гуанин, цитозин және урацил болады. Рибоза нуклеин қышқылында тимин болмайды. Енді РНК-ның қызметіне қарай үш түрге бөлінеді. Ол ақпараттық РНК, АРНК, тасымалдайтын РНК, ТРНК және рибосомалық РНК, РНК деп бөлінеді. Тасымалдайтын РНК, яғни нәруыздың биосинтезі кезінде ДНК-дан амин қышқылдарды рибосомаға тасымалдайды. Ал рибосомалық РНК дегеніміз құрылымдық рибосоманы түзуге, яғни нәруыздың тізбегінің синтезделуіне қатысады. Ақпараттық РНК дегеніміз, яғни ДНК-ның құрамындағы ақпаратты рибосомаға қарай тасымалдайды. Ақпараттық РНК тек қана нәруыз синтезінде ғана түзіледі, біраз уақыттан кейін тез ыдырап жойылып кетеді. Енді қазақстандық ғалым Мұрат Әбенұлы Айтқожинді айтып кетуге болады. Айтқожин Қазақстанда ең бірінші молекулалық биологияның және биохимия институтын ашқан ғалым ретінде қарастырамыз. Яғни ол ақпараттық РНК-ның жалғасқан бір бөлігін тауып, оған информасома деген ат қойды. Информасома дегеніміз, яғни ақпаратты денешік деген мағынаны білдіреді. Сол жаңалық ашқанына байланысты Лениндік сыйлық алған. Назарларыңызға рахмет. Сабағымыз аяқталды.